Жүктіліктің 13-ші аптасы бірінші кезеңнің соңғы аптасы болып саналады. Сәбидің саусақ табандары пайда болып, терісі арқылы тамырлары анық көрінетін болады. Дәл осы уақытта өт жолдары мен ұйқы безі қалыптасады, бүйректері белсенді жұмыс істейді, зәр шығарады. Ішіңіздегі кішкентай ғана нәрестенің қасы ерекшелене бастайды, мұрыны пайда болады. Бала белсенді қозғалыстарды жалғастырады. Сіздің ішіңізде суда еркін жүзеді. Кейде ол тіпті шалқаю, тоңқаю сияқты әрекеттерді де жасай алады. Тыныс алу жүйесінің бұлшық еттері тез дамиды. УДЗ-да баланың жыныс мүшелерін ажыратуға болады. Ми белсенді дамиды. Баланың денесі шашты қорғанышпен жабылған. Ол ерекше майлы құпияны сақтайды. Терімен ерекшеленетін және баланы антисептикалық сулардан қорғайды. Жылуды сақтайды. Жүктіліктің осы аптасында сәбиіңіздің мөлшері 8 см, ал салмағы 43 грамм болды. Жүктіліктің 13-ші аптасында ананың жағдайы қалай? Болашақ ана жүктіліктің 13-ші аптасында қан аралас және басқа да сұйықтықтардың бөлінуі бұл қалыпты жағдай емес. Егер сізде сондай жағдай болса, онда тезірек дәрігердің кеңесіне жүгініңіз. Әдетте түссіз және аздаған мөлшерде болуы қалыпты жағдай болып саналады. Жатырдың үлкеюіне байланысты іш пен белде болатын аздаған түйілулер қалыпты жағдай болып табылады. Жатыр өскен сайын сәл жоғары көтеріледі және ішке қысым жасайды. Бұның салдарынан іш қату мен іштің кебуі орын алуы мүмкін. Осы аптада сіздің ішіңіздегі кішкентай ғана нәрестеңізбен өзіңізге пайдалы болу мақсатында сізге айтар ұсынысымыз. Бұл уақытта сәбиіңізбен сөйлесе бастаңыз және оған кітап оқып беріңіз, әуендер тыңдатыңыз. Нәресте ақпараттарды қабылдай алады. Ол сізді естиді және онымен сөйлескеніңізді оның сөйлеу қабілетін дамытуға әсерін тигізеді. Көбірек су ішіңіз және сусыздандыруға жол бермеңіз. Дұрыс тамақтануды қолға алыңыз. Ет, жарма, сүт өнімдері, жаңа піскен жемістер мен көкөністерді қосыңыз. Белсенді және сау болу үшін жеңіл жаттығулармен айналысыңыз. Егер осы видеоны осы жерге дейін тыңдаған болсаңыз қуаныштымын. Демек сізге пайдалы болғаным. Қазақ тілді арнамыздың дамуына үлесіңізді қосып, маған тіркеліп пікір қалдырып, жақындарыңызбен бөлісіңіз. Маған үлкен шабыт сыйлар едіңіз. Қазақ тілді дамыту, ұлтымызды құрметтеу осындай кішкентай қадамдардан басталады. Олай болса, жазылыңыз, тыңдаңыз, қараңыз, таратыңыз, пайдалы ақпарат алыңыз. Құрметті ана, сізге жаттығу өте жақсы көмектеседі. Жамбас бұлшық еттерінің жаттығулары бұлшық еттерді нығайтуға көмектессе, кегел жаттығулары жамбас түбінің бұлшық еттерін үйретуге көмектеседі. Босануға, жеңіл босануға көмектесетін жаттығуларды, тыныс алу жаттығуларын барлығын қазірден қолға алып, жаттыға бастаңыз. Ішімдік ішуден аулақ болыңыз, себебі бұл баланың дамуына әсер етуі мүмкін. Дұрыс демалыңыз және дұрыс ұйықтай біліңіз. Жүрек айнуы кезінде лимонад ішіңіз немесе қарбыз немесе лимон ішіңіз. Тамақ ішкеннен кейін бірден ұйықтамаңыз. Шикі, өткір, қуырылған және майлы тағамдардан аулақ болыңыз. Күн сайын ағзаңызға қажетті витаминдерді алыңыз. Ыңғайлы және тыныс алуға мүмкіндік беретін киімдерді киіңіз. Өкшелі аяқ киімдерден бас тартқаныңыз абзал. Аласа аяққа ыңғайлы, жағымды аяқ киімдер киюге көшіңіз. Дәрігеріңіздің рұқсатынсыз дәрі-дәрмектерді қабылдаудан аулақ болыңыз. Отбасыңызбен және достарыңызбен жақсы байланыста, қарым-қатынаста болыңыз. Құрметті де аяулы болашақ ана, біз жалғыз емеспіз. Бізді Алла әуелі анамызға, сосын өзімізге аманаттап осы өмірге әкелді. Демек, сіздің де бойыңызда үлкен жауапкершілік бар. Сіз де кішкентай ғана құрсағыңыздағы нәрестеңіздің жарық дүниеге аман-есен сау денелі болып келуіне жауаптысыз. Сондықтан әуелі Алла аманаттаған денсаулығыңызды күтіңіз. Сіздің денсаулығыңыз нәрестеңіздің денсаулығы.